Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Көлеңке KZ арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені бастамас бұрын арнаға жазылып қолдау көрсетіп кетіңіздер. Ал енді әңгімені соңына дейін бірге тыңдайық. Қақпа сықыр ете қалғанда саусақтарым ағарып кеткенше шарбаққа жармастым. Аяғым өзімді көтермей қалды. Қисайып тұрған ескі үйдің баспалдағының үстінде кеудесіне уақыт табы сіңіп қарауытып кеткен ақ шашы наурыздың соңғы қары секілді аппақ бір әйел тұр екен. Өзі шөгіп кетіпті. Буыны босап, белі бүгіліп, менің жанымда қалған баяғы қалпынан жартақ жан қалғандай. Бірақ жанары сол қалпы еді. Қап-қара, ішінде әлдебір ұшқыны бар. Әлі де тірі көздер. Сол жанарымен маған қараған сәтте, қолындағы заттары саусақтарының арасынан сусып шығып, ағаш баспалдаққа күңгірт дыбыс шығарып тиді. Айдаржан, деді ол демін әрең шығарып. Даусы алғашқы қадам түскен жұқа мұздай дір етіп, үзіліп кетті. 52 жыл. Сол шілденің таңынан бері сонша уақыт өтіпті. Ол кезде де ол кісі аялдама басында тұрып, алыстап бара жатқан пойыздың соңынан өмір бойы кеудемде алып жүрген ұшақ сөзді сыбырлаған еді. Тек аман қайт. Мен қайттым. Бірақ неге сонша кешіккенімді айту үшін бәрі әлі бұзылмай тұрған күннен бастауым керек. Қамысты ауыл қамыс басқан Тайыз көлінің жағасына қоныстанған. Атауы да содан туған. Бар болғаны 32 түтін. Бұрынғы дәулетті кісінің үйіндегі ауыл кеңесі, 4 жылдық мектеп, береке колхозы және астық сақтайтын қоймаға айналған ескі мешіт. Бүкіл біздің әлеміміз осы еді. Біздің үй ауыл шетіндегі ауданға тартқан жолдың бойында тұрды. Атаманнан қалған қалың бөренеден қиылған берік қара шаңырақ. Терезе жақтауларын атам қыстың ұзақ кештерінде өзі ойып жасаған. Астыңғы жертөреден дымқыл топырақ пен тұтталған алманың иісі шығып тұратын. Ал алдыңғы шағын бақшаға анам әр жаз сайын гүл егетін. Үй ішінен үнемі нан иісі аңқып тұратын. Анам күнара нан ашытатын. Қамырдың қышқылтым жұпар иісі кіре берсе көзге көрінбейтін бір тыныс секілді мәңгі қалып қоятын. Әкем Сейіт көп сөйлемейтін сабырлы адам еді. Колхозда жылқы бағатын. Үстінен әрдайым аттың тері, кепкен шөптердің жұпары, күнге қызған дененің иісі сезіліп тұратын. Қолдары үлкен болатын. Күнге күйген қара торы, әр саусағында еңбек мүйізі бар. Бала күнімде сол алақанын төбеме қойған сайын шашымның арасынан ақ кедір бұдырын сезетінмін. Әкем аз сөйлейтін, бірақ сөйлесе әр сөзі орнымен айтылатын. Ауылдағылар оның сөзіне құлақ асатын. Анам екеуінің бірге тұрған жылдарының ішінде әкемнің анама бір ретте дауыс көтермегенін айтатын. Тек көзбен қараса, анам бәрін ұғатын. Әкемнің тағы бір өнері бар еді. Жөке ағашынан кішкентай аттар ойып шығаратын. Жал құйрығына дейін айнытпай жасап, менің төсегімнің үстіндегі сөреге тізіп қоятын. 41 жылға қарай сондай 12 ат жиналып қалыпты. Күлзия мүлде басқа мінездің адамы еді. Шапшаң, тілі өткір, жанары қара, беліне түскен қолаң шашы бар. Таң қылаң бере әте шақырмай жатып тұратын. Мен пештің гуілінен, үй ішіне жайылған ботқа мен қызған қазанның иісінен оянатынмын. Анамның қолынан келмейтіні жоқ еді. Тігін тігетін, тоқитын, сиыр сауатын, жер қопаратын, нан пісіретін, малды шөптің тұнбасымен емдейтін, қарлығаштың қимылына қарап, жауым боларын алдын ала сезетін. Бірақ менің жадымда бәрінен де даусы қалды. Жұмыс іздеп жүріп баяу ғана ән айтатын. Әндерінің бәрі созылыңқы еді. Дала жайлы, жол жайлы, кетіп қайта оралмаған жан жайлы. Ол кезде мен оны жай ғана ән деп ұғатынмын. Кейін білдім. Оның бәрінде алдан күткен мұң бар екен. Үйдің төрінде кестелі орамалдың үстінде 2 фото сурет тұратын. Бірі үлкен, бірі кіші. Сыртындағы ағашы қарауытып кеткендіктен бейнесі қара лактың астынан әрең көрінетін. Анам әр таң сайын солардың алдына барып қос қолын жайып ерні күбірлеп бірдеңелер айтатын. Мен оның не дегенін ешқашан анық ести алмадым. Ол суреттер анам үшін құнды еді. Олар оның ішкі сырын тыңдайтын үнсіз серігі болатын. 41 жылы әкемді әкеткенде
Анам аман қайт Сейіт деді. Әкем үнсіз басын изеді. Анамды құшақтады да кетіп қалды. Содан оралмады. Қара қағаз 42 жылдың ақпанында келді. Мұжылған ресми қағаздан кеңсе иісі мен темекінің күлімсі иісі аңқып тұрды. Сіздің жұбайыңыз Қаржаубай Сейіт Мұратұлы ерлікпен қаза тапты деп жазылыпты. Анам қағазды оқып шықты. Ұқыптап 4 бүктеді де тығып қойды. Менің көзімше жыламады. Бірақ сол түні пеш үстінде жатып ұйықтап жатқан сыңай танытып жатқанында оның жастыққа бетін басып булыға жылаған үнін естідім. Сол үнмен кейін талай естіген зеңбірек даусынан да қорқынышты еді. Таңертең ол әдеттегідей ерте тұрды. Пеш жақты. Үйге тағы да ботқа мен қызған қазанның иісі жайылды. Сөренің үстінде 12 ат тұрды. Мен 13-шісінің енді ешқашан жасалмайтынын сол күні анық түсіндім. Әкемнің кеудесіне анам салып берген кішкентай қасиетті белгі қара қағаздан бұрын оралды. Оны майданда бірге болған бір сарбаз жіберіпті. Қасына, Гүлзия, Сейіт бірдеңе бола қалса осыны табыстауды өтінді, деп жазып қойыпты. Белгі қарайып кеткен, шеті қажалған екен. Әкем оны кеудесіне тағып жүрген. Ұрыс алдында алақанымен басып ұстайтын көрінеді. Анам оны төрге қайта қойды. Фотосуретінің жанына апарып қойды да, содан бері тірі адаммен сөйлескендей сонымен сырласатын болды. Сейітжан, мен мұндамын, шыдап жүрмін, дейтін. Мен бәрін еститінмін, бірақ араласпайтынмын. Ол кезде 16-дамын. Қайғының өз тілі болатын. Оған сырттан түзетіп жүрмейтінін сол жаста-ақ түсінген едім. Көрші Жақып әкем дүние салғаннан кейін біздің аулаға жиі келетін болды. Ол ауыл кеңесінің төрағасы еді. Денелі, өңі қызғылт тартқан, түлкі көзді, қулығы ішіне бүккен адам болатын. Ернінің шетінде үнемі мысқыл табы тұратын. Сол жымиысы сарғайған ірі тістерін айқара ашып жіберетін. Соғысқа оны алып кеткен жоқ. Арнайы қалдырған. Асқазан дерті бар. Оның үстіне колхоз шаруашылығына таптырмас адам саналды. Кейде қолына қан ұстап келетін, кейде жарма келетін. Бір жолы бір кесек ет көтеріп келді. Ол заманда ет деген көз көрмеген ырыс еді. Күлзия оған іштей салқын қарағанымен рахметін айтып алатын. Себебі мен ер жетіп келе жатқан ұл едім. Мені жалғыз картоппен асырау мүмкін емес болатын. Жақып қоршауымызды түзеп берді. Қирай бастаған басқышты жөндеді, отын да түсіріп кетті. Сырт қараған жанға бәрі де көршілік көңілден туғандай көрінетін. Бірақ мен оның анама емес, үйге көбірек көз тастайтынын байқайтынмын. Қабырғаларды, төбені, пешті ұзақ шолып шығатын. Бір нәрсені ішінен өлшеп бағалап, шамалап тұрғандай еді. Бір күні шай үстінде жуан саусақтарын үстелге айқастырып қойып, Күлзия, үйдің қағаздарын бір қарап шыққаныңыз дұрыс болар еді. Заман тыныш емес, не боларын кім білсін. Құжаттарыңыз түгел ме? Деді. Күлзия Сапарқызы оған ұзақ әрі тік қарап отырды. Дәл солай, сиырдың бойын шолып дерттің бар жоғын аңғаратын бәрі де орнында. Жақып Нұрмағамбетұлы, деді ол бір қалыпты үнмен. Атадан қалған үй, жері де заңды түрде жазылған. Бәрі ретімен. Оны неге сұрап отырсың? Жай, деді ол иығын қиқаң еткізіп, жанарын тайдырып. Қам жеп айтқаным ғой. Анам үндемеді. Бірақ ол кетісімен мен оның кебежеге жақындап құжат салынған буманы алып шыққанын көрдім. Қағаздарды бір-бірлеп санап шықты да қайта орнына салды. Кебеженің құлпы сырт етіп жабылды. Ол оны кілтпен бекітті. Ол кезде мұның мәнін түсінбедім. Кейін арада көп жыл өткенде ғана ұқтым. Анам жыртқыштың демін оның аузы көрінбей тұрып-ақ сезген екен. Сол кездері менің өмірімде Айғанша Садық қызы бар еді. Дегенмен қайдағы Садық қызы? Ол кезде жасы 17-де, мен 18-де едім. Әлі әке аты дегеннің салмағын да білмейтінбіз. Ол бізден 3 үй әрі тұратын. Бойы талдырмаш, шашы ақсары, мұрнының үстінде ала секпіл қонған. Сыңғырламай ғана жұмсақ күлетін қыз еді. Сол күлкісін естіген сайын кеудем тартылып, демім ішіме тығылып қалатын. Кешкілік екеуміз көл жағасына баратынбыз. Құлаған қайынның үстіне қатар отырып, үнсіз отыратынбыз. Сөйлеудің қажеті жоқ еді.
Бір-бірімізге бәрі де айтылмай-ақ түсінікті болатын. Айғанша маған ақ орамал кестелеп берген. Бұрышына көкшіл гүл салып, қара көк жіппен менің А.Қ. деген әріптерді түсірген еді. Сол орамалды кейін анамның тұмарындай қастерлеп сақтадым. Айғанша менің ішкі тыныштығым еді, жанымның жылуы еді. Айналаң шайқалып дүние ыдырай бастағанда адам соған жармасады ғой. Бірақ ол кезде ештеңе әлі бұзылған жоқ еді. Ол кезде жаз болатын. Көл бетінен балдыр мен тұңғиықтың иісі келетін. Ауыл сыртындағы тоғайда көкек шақырып бізге бітпестей көрінген. Ұзақ жылдарды санап тұрғандай еді. 43-ші жылдың жазында ауылға әскери комиссар келді. Оның мен үшін келгенін бірден білдім. Тіпті бір апта бұрын-ақ сезгенмін. Өйткені анамның Құран аяттары жазылған қасиетті бұрышқа жиі барып, бұрынғыдан ұзағырақ тұрып қалатынын аңғардым. Ештеңе демеді. Бірақ күн сайын мен жақсы көретін асты әзірлей бастады. Сүзбелі жұқа құймақ, қышқыл қырыққабат қосылған көже, аскөк пен ерген сары май аралас картоп, бейне бір мені алдағы ұзақ майданға тойдырып аттандырмақ болғандай. Анам бір соғысқа жетер азықты алдын ала жеп ала алмайтынын ол да білетін. Дегенмен ананың қолынан келетіні сол ғана еді. Шақыру қағазы шілденің 12-ші күні келді. Күн шақырайып тұрды. Ауада жаңа шабылған шөп пен қызған жол шаңының иісі бар еді. Анам қағазды алды, оқып шықты, үстелге жайлап қойды да үнсіз аулаға шығып кетті. Мен терезе алдында тұрдым. Оның құдықтың жанында қаққан қазықтай қатып қалғанын көрдім. Қос қолымен құдықтың ернеуінен қыса ұстапты. Иығы майда дірілдеп тұр. Бір минуттан кейін ол бойын тіктеді. Алжапқышының етегімен жүзін сүртті де үйге қайта кірді. Қашан деп сұрады. Арғы күні, дедім мен. Ол басын изеді де үндеместен жол қамын жасай бастады. Үйдегі соңғы кеш еді. Анам дастарханға бар жиған сергенін қойды. Піскен тауық, жұмыртқа, көк жуа салынған бәліш, кепкен алмадан қайнатылған сусын. Екеуміз қарама-қарсы отырдық. Ал арамызда ас емес үнсіздік тұрғандай еді. Ауыр, қозғалмайтын, үндемейтін үшінші біреу секілді. Мен жеп отырдым, бірақ дәм сезбедім. Тек бәліштің жұмсақтығы мен жылуы ғана білінді. Анам өз тәрелкесіне қол тигізбеді. Ол менің қалай жеп отырғаныма қарап отырды. Кейде алжапқышын түзегендей болады, бірақ түзейтін ештеңе де жоқ еді. Қолы қалтырамасын дегендей жанның еріксіз қимылы ғана. Сосын орнынан тұрды. Үйдің төріндегі қасиетті орынға барып дұға оқыды да сөреден кішкентай тұмарды алды. Бұл баяғыда әкемнің кеуде қалтасына салып берген тұмардың көшірмесі еді. Оны маған ұсынғанда ғана байқадым. Қолы мүлде дірілдемейді екен. Алақаны нық, құрғақ, ыстық. Тек ерні ғана қалтырап тұрды. Айдаржан, сен аман қайт, деді ол. Дәл осыдан 12 жыл бұрын әкеме айтқан үнмен. Сол сөзбен, сол жаралы ырғақпен. Мен тұмарды қолыма алдым. Ағашы анамның алақанынан жылынып қалыпты. 1000 мәрте ұсталғандықтан беті тап-таза жып-жылтыр еді. Оны жүрек тұсындағы ішкі қалтама салдым да үнсіз басымды изедім. Сөйлеуге шамам келмеді. Кеудемді темір құрсау қысып алғандай болды. Егер аузымды ашсам жылап жіберетінімді сездім. Ал оның көзінше жылағым келмеді. Таң сібірлей бере бізді ауылдың жас жігіттерін ат арбамен жеткізген шағын аялдамада кемпір шал мен әйелдер қаптап тұр екен. Ауада шпалдың шайырының иісі мен шаң мен түтіннің табы сезіледі. Алыста егістік жақта орылған алқаптың сабағы бықсып жанып жатқан. Айғанша ең соңғы сәтте жүгіріп жетті. Жүзі қудай, көзі жылаудан ісіп кеткен, басына ақ орамал тартқан. Астынан ақ сары шашының ұйысқан талдары шығып тұр. Ол маған баяғы кеселі орамалды ұсынды. Бұрышында көкшіл гүл мен А.Қ. деген әріптері бар сол орамал. Ештеңе демеді. Тек маңдайын бір сәт иығыма сүйеді. Сол кезде оның ыстық жасы күртемнің қалың матасына сіңіп бара жатқанын сездім. Анам сәл шеткерірек тұрды. Тіп-тік, қимылсыз, қолын қарнының үстіне айқастырып алған. Жұрттың көзінше жылаған жоқ. Сол күні де, кейін де жылаған жоқ.
52 жылдың ішінде де бір ретте жылаған жоқ. Пойыздың ысқырығы ащы шықты. Вагондар тарсылдап қозғалды. Керуен орнынан жылжыды. Мен баспалдаққа аяғымды қоя бергенде Гүлзия маған тіке қарады. Даусын көтерген жоқ, бірақ оның ерні баяу ғана қимылдады. Аман қайт, балам. Жүк вагонының саңлауынан анам мен Айғаншаның бейнелері кішірейіп, еріп ақыры нүктеге айналғанша қарап тұрдым. Ол кезде жасым 18-де еді. Бір жылдан соң, әрі кетсе 2 жылдан кейін ораламын деп ойладым. Соғыс мәңгі емес қой. Мен атқыштар дивизиясына түстім. Алғашқы айлар бізді әбден қалжыратты. Оқу жаттығумен өтті. Онда бізді оқ атуға, бауырлап еңбектеуге, граната лақтыруға және қорықпауға үйретті. Бірақ бәрібір қорқатынбыз. Содан кейін майданға аттандық. Соғысты егжей-тегжейлі сипаттамай-ақ қояйын. Өйткені соғыс дегеніңіз қызықты оқиға емес. Бұл қисынсыз, тек батпақ пен қаннан, суық пен адамның иегін қарыстыратын үрейден тұратын бір былық. Бір ғана нәрсені айтайын. Кеудемде тұмар болды. Әр кеш сайын окопқа немесе снаряд тесігіне болмаса шырша бұтағы төселген қап-қатты мұздай жерге жатқанда, оны алақанымен қысқанда, тірі орал, деп сыбырлайтындай. Бұл тіпті дұғада емес, тылсым бір арбау сөз сияқты еді. Алдыңғы шепте 6 ай болдым, 2 рет жараландым. Иығыма тиген оқ тесіп өтіп тез жазылды. Бірақ санымнан тиген оқ ауыр болды. 3 апта госпитальде жатып, қайтадан майданға оралдым. 44-ші жылдың наурызында тағдырымды астан-кестен еткен оқиға орын алды. Біздің ротаны қоршауды бұзып өтуге жіберді. Бұл тапсырманың ажалға бас тігу екенін қатардағы сарбаздан бастап взвод командиріне дейін бәрі түсінді. Немістер бекініп алған. Ауылды ашық алаң арқылы ешқандай артиллериялық дайындықсыз, танксыз және тасасыз тіке шабуылмен алуымыз керек еді. Рота командиріміз лейтенант Қайсардың өзінің өңі қуқыл тартып, бұйрықты оқығанда оның даусынан соғыста естілмеуі тиіс бір нәрсені сезіндім. Ол амалсыз шарасыздық еді. Ол бізді қырғынға бастап бара жатқанын білді, бірақ қолдан келер қайран жоқ еді. Сол алаң арқылы шабуылға шыққан 70 адамның ішінен ауылдағы үйлерге тек 11 адам ғана жетті. Мен жете алмадым. Оқ дулығама тиіп сырғып кетті. Контузия алып бетіме мұздаған батпаққа құладым. Содан соң шам сөнгендей әлем қараңғалды. Ес жиғанда айнала тас қараңғы еді. Төбемде немістер тұрды. Олардың бірі мені етігімен аударып тастады. Мен бөгде сұр аспан мен суық жүзді көрдім, ал тұмар әлі кеудемде еді. Неміс оған қарап мысқылдап күлді де тиіскен жоқ. Сірә кішкентай ағаш тақтайшаны назар аударуға тұрмайды деп шешсе керек. Содан кейін батыстағы тұтқындар лагері басталды. Барак, ағаш сөрелер, шіріген ақбас түйнектен жасалған ішірткі, қыста үйінділерді ашу жұмыстарынан саусақтарымыз құрысып, бірнеше тәулік бойы жазылмай қалатын. Жазда лагер үстіндегі қою шаң мен сасық естен тынысымыз тарылатын. Адамдар үнсіз өлетін, кешке жатып таңертең тұрмайтын. Бұған біз үйреніп кеттік. Бірақ мен аман қалдым. Аман қалғаным әр таң сайын тұмарды алып, ондағы өшкен бейнеге қарап, тірі орал, деп қайталауымның арқасы еді. Бұл ерлік те, сенім де емес, бұл екеуінен де күштірек соқыр хайуани бір өжеттік еді. 45-ші жылдың сәуірінде бізді американдықтар босатты. 2 тәулік бойы ақ нан мен шоколад жедік. Мен шоколадтың дәмін татқанда жылап жібердім. Өйткені оның тәтті дәмі маған анамның баяғыда қант бар кезде таңғы ботқама салып беретін шақпақ қанттарын еске түсірді. Кейін біздікілер келгенде бостандық дегеннің салыстырмалы ұғым екені белгілі болды. Тексеру лагерлері, жауап алу, ерніне папиросын жабыстырып алған, қабағынан қар жауған жас тергеуші менің ісімді парақтап отырып, көзілдірігінің үстінен маған үмітсіз оқушыға қараған мұғалімдей қарап, тұтқынға қалай түстің деп сұрады. Мен контузия алдым, есімнен тандым дедім. Неге атылып өлмедің, деді ол. Ессіз жаттым, қаруымды тартып алды деп жауап бердім. Мұны кім растай алады, деді. Ротадан тірі қалғандар некен саяқ еді. Ол бетті аударып жібергенде
жүзі өзгеріп кетті. Тышқан тапқан мысықтай кейіпке еніп масаттана қалды. Ал мына жерде сенің қызметтесің қатардағы Сырым Құдайбергенұлының түсініктемесі бар. Ол сенің өз еркіңмен беріліп, жау жағына өтпек болғаныңды айтыпты, деді. Бұл сөздер басыма сол алаңдағы снарядтай тиді. Мен Сырымды танитынмын. Сырым Құдайбергенұлы. Сол шабуылдан бір ай бұрын біздің ротаға қосылған. Көздері ойнақшыған, ұзын бойлы, ебедейсіз жігіт еді. Ол менің ауданымнан, бірақ басқа ауылынан болатын. Біз бірер ауыз сөз алмасқанбыз. Ол менің қайдан екенімді сұрады. Мен жауап бердім. Ол басын изеп көзін тайдырып әкеткен. Сол кезде мен бұған мән бермеп едім. Енді оның айтқандары менің ісімде табыттың қақпағына қағылған шегедей болып жатыр. Мен ол шегені суырып та алып тастай алмаймын. Оның не үшін қағылғанын да түсіне алар емеспін. Үкім 12 жыл еңбекпен түзету лагері. 58 бап. Отанға опасыздық жасау. Мен 20 жаста едім. Артымнан тұтас бір 10 жылдық бойы ашылмайтын есік жабылды. Мен солтүстіктегі шахталы өңірде көмір шауып жүргенде үйде не болғанын кейін білдім. Оны басқалардың естеліктерінен, маған жетпеген хаттардан, ондаған жылдардан кейін қазбалаған мұрағат құжаттарынан қиындықпен құрастырып шықтым. Бұл бейне шағылған әйнектің сынықтарындай баяу құралды, және әр жаңа сынық бұрынғыдан бетер жаныма бата берді. Маған жазылған қара қағаз Қамысты ауылына 44 жылдың қазан айында келіпті. Онда сіздің ұлыңыз қызыл әскер Айдар Сейітұлы Қаржаубай жауынгерлік тапсырманы орындау кезінде хабар-ошарсыз кетті, деп жазылған. Қаза тапты емес, хабар-ошарсыз кетті дегені ол кезде екі нәрсені білдіретін. Не снарядтан ештеңе қалмаған, не тұтқынға түскен. Демек ол батыр емес, сатқын. Анам оны оқып қағазды бүктеп, кезінде әкемнің қара қағазын қойған жерге төрдегі үлкен суреттің жанына тығып қойды. Сол бейненің артында мұң зарымен тұтас бір мұрағаты жиналып еді. Әкемнің қара қағазы, азық-түлік пайегінің қолхаты, әскери комиссариаттан келген хаттар. Анам әкем екеуміздің суретімізге қарап өзін жұбатуға келген 3 көрші әйелдің көзінше моласы табылмаса, ол тірі, мен білемін, деді. Көршілер бір-біріне қарады. Оң жақтағы көршіміз кең жүзді, еңбекпен қатайған үлкен алақандары бар Зере апа анамды құшақтай алды да, ештеңе деместен тек құса түсті. Қалғандары Күлзияның қайғыдан есі ауысты, ақылынан алжасты, деп сыбырласа бастады. Сол күні кешке Жақып Нұрмағамбетұлы келді. Бір кездері төртеуміз ас ішетін. Ал қазір анам жалғыз қалған стөлге келіп жайғасты. Күлзия, сен ақылды әйелсің ғой, деді ол бос шайды қасықпен былғап отырып. Ол енді тірі деп ойлайсың ба? Соғыс қой бұл. Күлзия, хабар-ошарсыз кетті дегені, денесі де табылмады деген сөз. Снаряд па, бомба ма, әйтеуір адамнан не қалады дейсің, сүйегін де жинай алмайсың. Сен тек өзіңді қинап жүрсің. Мен қиналған жоқпын, деп жауап берді анам. Қазан айының жаңбыры сіркіреп тұрған қараңғы терезеге қарап. Мен күтіп жүрмін. Күте берсең заман ақырына дейін күтуге болады, деді Жақып өтірік аяғансып басын шайқап. Оның жақ сүйектері терісінің астында диірменнің тасындай ойнап тұрды. Ал өмірді қазір сүру керек. Міне, қарашы, Күлзия, үйің үлкен, өзің жалғызсың. Алдыда қыс келе жатыр. Мүмкін ойланарсың, шағындау үйге көшерсің. Мен көмектесер едім, жайластырар едім. Менен саған бір бөлмеде табылар еді. Анам оған қарай баяу бұрылды. Кейін Зере апаның айтуынша, сол сәтте анамның жүзі бұрын-соңды ешкім көрмеген кейіпке еніпті. Ашулы емес, жоқ, қаңтардағы қатып қалған көлдей, мұздай болып кетіпті. Оған қарауға болады, бірақ қол тигізу мүмкін емес. Бұл үйден мені тек аяғымды алға қаратып шығарып алады. Жақып Нұрмағамбетұлы, деді. Оның даусы дірілдемей баяу ғана. Ал әзірше аяғымнан тік тұр екенмін.
осында тұрып күтемін. Шайыңды ішіп болсаң, жолың болсын, кеш батты. Жақып кеткенімен алған бетінен қайтпады. Ол берілмейтін, керісінше айналып келетін қыңыр адамдардың тұқымынан еді. Аудан орталығындағы таныстары арқылы біздің үй жер телімі және құжаттар туралы мәлімет жинай бастады. Үйдің колхоздікі емес, жекеменшік екенін, құжаттары түгел болғандықтан заң жүзінде тартып алуға болмайтынын білді. Содан соң басқа жолға көшті. Ауыл арасында Күлзия есінен адасқан, мүсіндермен сөйлеседі, өлікті күтіп отыр, ақиқатты мойындамайды, деп сөз таратты. Өсек-аяң қабырғадағы сыз сияқты жайылып кетті. Адамдар анамнан қашқақтайтын болды. Зұлымдықтан емес, шынымен жынды ма деген ырымшыл қорқыныштан солай істеді. Тек екі адам ғана теріс айналмады. Зере апа күн сайын келіп бақшаға көмектесті. Анам науқастанып қалса пеш жағып берді және ешқандай сұрақ қоймастан анам кешкісін қақпа алдына күтуге шыққанда қасына келіп үнсіз отыратын. Екіншісі көрші ауылдың жас болса да байсалды Мұхаммед деген молдасы еді. Ол аптасына анаммен бірге Құдайға құлшылық ететін. Мешіт, мектептер баяғыда жабылса да Мұхаммед молда қызметін тоқтатқан жоқ. Ол жай ғана ғибадатханасыз, бірақ мойнында иманы, пальтосының қалтасында ескірген қасиетті кітабы бар дін қызметшісі болып қала берді. Айғанша 1 жыл, сосын 2 жыл шыдады. 3-ші жылы оған Жақып Нұрмағамбетұлының ұлы Берік келе бастады. Ол майданнан сол қолының 2 саусағынан айырылып оралған, бірақ мығым, қара шашты, жұмысы бар жігіт еді. Жақып ұлын бұзауды суатқа айдағандай табандылықпен бірақ ақырын итермелеп отырды. Қыз жақсы, пысық, жалғыз жүріп солып қайтеді. Айдар оралмайды, ол біткен істейтін. Айғанша анама көпке дейін келіп жүрді. Онымен бірге босағада отырып маған берген ақ орамалындай орамалын саусақтарымен бүрмелеп отыратын. Анам оның басынан үнсіз сипайтын. Олар менің өлімім туралы тіс жармайтын. Өйткені анам оған сенбеді, ал Айғанша сенуден қорықты. Бірақ жылдар өтіп мен көрінбеген соң Айғанша берілді. Берікке емес, күтуден туған шаршауға бағынды. Олар 48-ші жылы үйленді. Анам тойға барған жоқ. Өз сертіне адалдығы үшін бармады. Ол үшін мен тірі едім. Демек, Айғаншаның тойы өмірдің өзі бір күні түзететін қателік қана болды. Солтүстіктегі шахталы өңір, 12-ші шахта, тіпті киіз батпақтың сыртынан да сүйектен өтетін мәңгілік тоң. Біз бір ауысымда 12 сағат бойы көмір шаптық. Көмір шаңы терімізге, өкпемізге, алақанымыздың әр сызығына, тағдырымыздың әр таңбасына сіңіп кеткені сонша, оны сумен де, құммен де ешқашан жуып кетіру мүмкін емес еді. Баракта 40 адам болдық. Ұрылар, саяси тұтқындар, мен сияқты бұрынғы тұтқындар және біреудің жаласымен жазықсыз ілінгендер. Тұмарымды сөрелердің арасындағы саңлауға тығып қоятынмын. Тек түнде, барак іші тынышталып жұрттың қорылы трансформатордың гүрілінде естілгенде ғана алып, ұйықтап кеткенше жұдырығыма қысып жататынмын. Егер біреу тауып алса, діни үгіт-насихат үшін мерзімімді ұзартар еді. Лагерде дінге сенетін адам бүлікшімен тең еді. Көрші сөреде бұрынғы артиллерия полковнигі Пірәлі Ыбырайұлы жататын, жасы 50-ден асқанымен 70-тегі шал сияқты көрінетін, жүзі қуғыл тартқан сары, бірақ көздері бәрін баяғыда түсінген, ештеңеден қорықпайтын адамның жанарындай тірі де байсалды еді. Ол мұнда 58-ші баппен түскен. Досына жазған хатында белгілі бір бағыттағы шабуылдың сауатсыз жоспарланғанын және оның ақталмайтын шығынға әкелетінін айтқан екен. Ал досы дос болмай шықты. 10 жыл бойы Пірәлі Ыбырайұлы кешкісін маған білім берді. Бұл ұстаздық ақыл емес, жай ғана ақыл есін сақтап қалудың амалы еді. Ол жақта поэмалар оқитын, мұздаған жерге шегемен тақта сызып, шахмат жүрістерін түсіндіретін. Толстой мен Достоевский туралы олармен көзбе-көз таныс болғандай әңгімелейтін. Соның арқасында мен өзімді жоғалтпадым. Десе де жоғалтатын
ештеңе қалмағандай көрінуші еді. 50-ші жылы біздің бараққа жаңа адам келді. Төлеу Нұржанұлы. Батыс өңірден келген, жасы 40-тардағы ер адам. Зиянкестік жасады деп сотталған. Зауытта бір тетікті құлатып алыпты. Соған біреу арыз жазған. Біз сөйлесіп кеттік. Лагерде әңгіме құны жоқ, бірақ бәрінен де қымбат жалғыз валюта. Төлеу көрші ауданнан болып шықты. Ол біздің ауылды біледі екен. Тұтқындалмай тұрып, сонда ат басын тірепті. Мен өз тегімді айтқанымда, ол сөресінде түрегеліп, маған таңданыс пен аяушылық араласқан біртүрлі кейіппен тесіле қарады. Қаржаубай, деп сұрады ол даусын бәсеңдетіп. Күлзия Сапарқызының ұлы ма? Жүрегім сондай қатты соқты. Оның дүрсілі кеудемде емес, тамағымда, самайымда, тіпті көзімнің ішінде сезілді. Сен менің анамды танисың ба, дедім зорға үн шығарып. Ол тірі ме? Иә, тірі, деп Төлеу басын изетсе, маған тура қарауға батпай, көзін тайдырып әкетті. Тірі, Айдар, мен оны 49-шы жылы көргенмін. Солай аппақ шашты, кіп-кішкентай болып қалыпты. Әр кеш сайын қақпа алдына шығып жолға қарап тұрады. Оны бүкіл ауыл біледі. Күлзия ұлын күтіп жүр дейді. Оны ел арасында, ол сөзін іріктеп, бір беткей, сарылау дегендей ишара жасады. Мен көзімді жұмдым. Ыстықта ащы жас еріксіз бетімді жуып кетті. Оны тыюға тырыспадым да. Анам 6 жыл бойы әр кеш сайын мені күтіп жүр екен. Төлеу маған ес жиюға мұрсат беріп, біраз уақыт үнсіз отырды да, содан соң қайтадан сыбырлап сөйлеп бастады. Оның сөздерінен жаңағы көз жасым отқа тигендей кеуіп кетті. Тыңдашы, Айдар, саған тағы бір нәрсе айтайын. Төлеу ұйықтап жатқан барак ішіне сақтана көз тастады. Сендердің ауылында Жақып Нұрмағамбетұлы Сарманов деген ауыл кеңесінің төрағасы бар ғой. Соның сыртынан ауданда жақсы сөз айтылмайды. Соғыс кезінде өзі көзі түскен үйлердің иелерінің үстінен арыз жазып, ұстатып жіберген дейді ел. Сендердің ауыл мен көрші ауылдан 3 отбасы соның кесірінен жер аударыпты. Олардың үйлері колхозға өткен. Ал колхоз мүлкіне кім иелік етеді? Әрине төраға. Мен ағаш сөренің шетіне саусақтарымды батырып жібергенім сонша, тырнағымның астына жаңқа кіріп қатты ауырды. Бірақ мен оны сезбеген де сияқтымын. Өйткені бұл тән ауруы іштегі бұдан да үлкен қасіретке жұтылып кетті. Жақып, қант, жарма, жөнделген қоршау, құжаттарыңды тексеріп алсаңшы Күлзия, деген еді ол. Мысқылды жымиыс. Мен бала болған соң оның түлкі бұлаң сөздерінен есепке құралған қулықты оқи алмаппын. Енді бәрі де өз орнына келіп, тас дуалдай қоршай бастады. Төлеу біраз үндемей тұрып қалың өскен егін қасыды. Тағы бір қауесет бар. Оның сендердің үйлеріне тікелей қызығушылығы болыпты. Оның әйелі, менің бір танысым, Жақып жол жиегіндегі сол жер телімі үшін мазасызданып жүр, деп құпиясын бөлісті. Ол жер өте қолайлы дейді. Егер жол кеңейтілсе, сол жерге дүкен салуға болар еді. Бірақ Күлзия тапжылмай отырып алған. Қатын емес қара жартас дейді. Сол түні мен мүлде ұйықтай алмадым. Тұмарды жұдырығыма қысқаным сонша, ағаш шеттері алақаныма айшық болып басылып қалды. Ойым анық әрі қорқынышты еді. Жақып тек үйімізді ғана қаламаған. Ол олжасын торыған жыртқыштай біздің әлсіреуімізді күтіп, жолымызды әдіспен әрі шыдамдылықпен бөгеп отырған. Ал мен үйден мыңдаған шақырым жерде отан сатқыны деген таңбамен лагерде жатқан бейбақ. Оған еш кедергі емес едім. Керісінше, мен ол үшін таптырмас сый болдым. Бірақ мен әлі ең сұмдық жайтты білмеген едім. Оны тек арада ондаған жылдар өткенде ғана білдім. 53-ші жылдың наурызында Сталин қайтыс болды. Барактың ішінде ауыр күрсініс естілді. Қуанышта, қайғыда емес, тек абдырап қалу. Шынымен осының бәрі бітуі мүмкін бе? Пірәлі Ыбырайұлы бетін сипап, мүмкін енді бәрі өзгерер, деп сыбырлады. Ол сөзін аяқтаған жоқ. Лагерде үміт дегеннің ең қауіпті жүк екенін екеуміз де білетінбіз. Ол күнді ұзартып, түнді төзгісіз етеді. Бірақ мен бәрібір үміттендім. Басқаша мүмкін емес еді. Анам әр кеш сайын қақпа алдында тұрады.
сосын үйге жалғыз кіреді. Оның күткені зая кетпеуі үшін мен бір күні сол жолдан көрінуім керек еді. Мені 55-ші жылы мерзімімнен 2 жыл бұрын рақымшылықпен босатты. Ол кезде жасым 30-да болса да түрім 50-дегі шал сияқты еді. Арық, еңкіш, шашы ерте ағарған, солтүстіктегі шахталардан жабысқан жөтел соңғы деміме дейін қалмады. Қолыма берілген құжатта 58-ші баппен сотталған деген белгі болды. Ол барлық есікті тарс жауып тастайтын. Мұндай анықтамамен туған ауылына орала алмайсың. Тіркеуге тұрғызбайды, қабылдамайды, жақын жолатпайды. Менің тұратын жерім ретінде Қазақ даласындағы Далалы кенті белгіленді. Мақта өңдеу зауытында жұмыс істеуім керек. Бостандықтасың, бірақ бақылаудасың. Далалыға келгенде ең бірінші істегенім анама хат жаздым. Дәптердің тор көз парағына қысқаша ғана: анашым, мен тірімін, тұтқында болдым, кейін лагерде болдым, қазір бостандықтамын, Қазақ жерінде тұрып жатырмын, жақында барамын, ұлың Айдар, деп жаздым. Хатты конвертке салып, Қамысты ауылы, Қаржаубай Күлзия Сапарқызына деп мекен-жайды көрсеттім. Почта жәшігіне тастадым да күте бастадым. 1 апта, 2 апта, 1 ай өтті. Тым-тырыс. 2-ші, 3-ші, 10-шы хатты жаздым. Ешқандай жауап жоқ. Хаттар кері қайтқан жоқ. Демек бір жерге жетіп жатыр. Бірақ жауап келмеді. Зауыт жатақханасының хлор мен біреудің кір-қожалық киімінің иісі аңқыған тар бөлмесінде түнде жатып төбеге қарап қиналатынмын. Бәлкім анам қайтыс болды ма? Әлде басқа жаққа көшіп кетті ме? Немесе менің хаттарымды алып, мені сатқын деп ойлап кешірмегендіктен жауап бермеді ме? Жоқ, анам олай істемейді. Мүмкін емес. Мәдина Қасымқызы жатақхананың көрші барагында тұратын. Ол 41-ші жылы бүкіл отбасымен жер аударылған неміс әйелі еді. Мария жатақхананың көрші барагында тұратын. Ол 41-ші жылы бүкіл отбасымен жер аударылған неміс әйелі еді. Салиқалы, аққұба, ұзын саусақты, пианиношыға ұқсайтын, нәзік жан еді. Бірақ ол саусақтар қазір перненің орнына мақта қауашақтарын теретін. Марияның таныстары көп еді, бірақ олар шенді шекпенділер емес, қарапайым жандар болатын. Ол адамдар арқылы адамдарды табатын. Осы таныстық желісі арқылы ресми жолмен алу мүмкін емес, кішкентай болса да ақпаратқа қол жеткізуге болатын еді. Мен анама, хаттарыма және оған жауап ретіндегі қабірдегідей соңы жоқ тыныштық туралы оған баяндап бердім. Ол басын шайқап тыңдады да, жүзінде шаршаған, көңілсіз түсіністік пайда болды. Әділдіктің арғы бетінде ұзақ өмір сүргендер ғана осылай қарайды. Айдар Сейітұлы, деді ол майлықты, дәл әрі ұқыпты қимылмен бүктеп жатып. Егер хаттар кері қайтпаса және жауап та жоқ болса, демек оларды біреу алып отыр. Анаңның қолына тигенше жолдан ұстап қалады. Мен состиып қалдым. Қолымдағы сұйық сорпа құйылған қасық ауада қатып қалды. Мария маған ешқандай сезімге берілмей қарап тұрды. Ол өзі үшін күн райы сияқты үйреншікті болып кеткен нәрселер туралы айтты. Ауылға келетін бүкіл почта ауыл кеңесі арқылы өтеді, деп жалғастырды ол ақырын ғана. Төраға арқылы. Егер ол хаттарды бармағаны жөн деп шешсе, ол сөзін аяқтаған жоқ. Аяқтаудың қажеті де жоқ еді. Жақып, тағы да Жақып. Сол баяғы Қамысты ауылының кеңес төрағасы Жақып Нұрмағамбетұлы Сарманов. Ол менің хаттарымды жолдан алып қалып отырған. Анам менің тірі екенімді білмеген. Ол әр кеш сайын қақпа алдында тұрған. Ал менің хаттарым оның үстелінің суырмасында жатқан, немесе пешінде түтін болып ұшқан. Қолым қатты дірілдегені сонша, қасық алюминий тостағанның жиегіне соғылып, дыңғырлаған соң, ешкім байқап қалмасын деп оны шетке қоя салдым. Мен ол жаққа баруым керек, дедім мен қарлығып. Дәл қазір, менің онда баруым керек, дедім. Мария өзінің нәзікте әрі қалақанын менің жұдырығымның үстіне қойды. Қазір емес, деді ол ақырын, бірақ нық сөйлеп. Сенің төлқұжатында шектеу бар. Алғашқы тексерісте-ақ пойыздан түсіріп алады. Күте тұр. Мен өз таныстарым арқылы сенің Қамысты ауылыңда не болып жатқанын біліп беремін. Шыда, Айдар, шыдай тұр. Айтуға оңай.
Анам қақпа алдында 11 жылдан бері әр кеш сайын күтіп тұр. Бірақ Марияның айтқанының жаны бар еді. Менің құжаттарым мен орталықтағы кеншілер қаласынан әрі аспайтын едім. Мен тісімді қайрап қалуға мәжбүр болдым. Арада 2 ай өткенде Мария шекара жақтағы қаладағы құрбысына барып оралып, өзімен бірге өзегімді өртеген жылы да жанды хабарлар ала келді. Анам тірі, үйде орнында тұр. Анам күтіп жүр. Күннің шығып батқаны сияқты әр кеш сайын сағаттай дәлдікпен қақпа алдына шығады. Ал Айғанша Жақыптың ұлы Берікке тұрмысқа шығыпты. Кезінде Жақыптың арызымен жер аударылған Қожамберді әулетінің жеріне салынған жаңа үйде тұрып жатыр екен. 2 баласы бар. Жақып баяғыша ауылды ет тартқыштың тұтқасындай үйіріп отыр. Айғанша туралы естігенде кереуетке отырып алып ұзақ уақыт бойы қабырғаға тесіліп қарап қалдым. Фанер чемоданымның түбінде қырылыш шешектері мен А.Қ. деген әріптері бар ұқыпты бүктелген, уақыт өте сарғайған орамал жатқан еді. Күтпепті. Менің өмірімді ұрлаған адамның ұлына жар болыпты. Жақыптың не істеп жүргенін ол білді ма екен? Білмегені анық. Айғанша жуас, тілі алғыш еді. Оны көндірген, сендірген, соңы көрінбейтін күтуден қажыған сәтінде басып тастаған. Ал Жақып болса шыдамдылық таныта білді. Ол бәрін тартып алды. Менің үйім де оған керек еді. Енді оған тек менің оралмауым, хаттарымның пеште жануы, ақырында анамның жалғыздықта үнсіз көз жұмуы ғана керек болды. Сонда үй піскен жемістей оның қалтасына түсер еді. Мен 58 жылы қайтуға тырыстым. Ақша жинап, батыс өңірдегі облыс орталығына дейін билет алдым. Заттарымды жинадым. Қостанай бекетінде мені сұр шинель киген милиция қызметкерлері тоқтатты. Құжат тексеру, төл құжатындағы әлгі белгі. Азамат, сізге арнайы рұқсатсыз тіркелген жеріңізден кетуге тыйым салынған. Жүріңіз, мен түнді уақытша ұстау камерасындағы ағаш сөреде гүрілдеген шамның астында өткізіп, тағы бір рет қайталасаң, іс қозғалады деген ескертумен кері қайтарылдым. Тәртіп бұзғаным үшін. Менің жолға шығатынымды біреу білген, біреу естірткен. Кейін Мария анықтады. Зауытта қауіпсіздік мекемесінен бекітілген бақылаушы бар екен. Сол бақылаушыға біздің ауданнан біреу қоңырау шалыпты. Жақыптың қолы Қазақ даласына дейін жетіп тұр еді. Жылдар жұдырықтан сусыған құмдай тізіліп өте берді. 50-ші, 60-ші, 70-ші жылдар мен жұмыс істедім. Зауыттарды ауыстырдым. Орталықтағы кеншілер қаласынан көштім. Сосын аз уақыт оңтүстіктегі үлкен қалада тұрдым. Кейін қайта оралдым. Төл құжатындағы шектеу 60-ші жылдардың басында алынып тасталды. Бірақ ол кезде мен тұрмысқа, жалғыздыққа үйреніп, күтіп жүрген, бірақ мен жете алмаған анамның алдындағы үнемі сыздап тұратын соқыр кінә сезіміне батып кеткен едім. Хаттарды ай сайын үзбей жіберіп тұрдым. Бұл рәсім сияқты еді. Жіберушінің мекен жайын ауыстырдым. Басқа есіммен жаздым. Таныстарымнан, басқа қалалардан конверттерді салуды өтіндім. Осы жылдар ішінде бірде-бір жауап келмеді. Жақып ауыл почтасын өлімші етіп бақылауда ұстады. Мен хаттарды ұстап қалып жатқанын дәлелдей алмадым. Қандай дәлел болуы мүмкін? Жоқ хаттар ма? Әлде ештеңемен расталмаған сөздер ме? Мен үйленгенде жоқпын. Мария бірде немістерге тән тік мінезімен ашық сұрады. Сен неге жалғызсың, Айдар? Жасың 5-ші ондыққа таяды. Ал сен сопы сияқты өмір сүріп жатырсың. Мен чемоданымнан тұмар мен орамалымды шығарып, стөл үстіне қатар қойдым. Мыналар менде болғанда, мен мұнда емеспін дедім. Мен сондамын. Мария басын изеп бәрін түсінді. Ол да бүкіл өмірін мұнда емес, үлкен өзеннің бойындағы 41-ші жылы өзін күштеп алып кеткен және ешқашан оралмаған үйінде өткізіп еді. Мария 87-ші жылы ұйқысында жүрегі тоқтап, тыныш қана дүниеден озды. Жүрегі әбден шаршап, енді жетер деген сияқты болды. Мен оны орталықтағы кеншілер қаласындағы зиратқа бір сәтке де тынбайтын жел мен жусанның арасына жерледім. Жерлеуге 4 адам келді. Мен, шекара жақтағы қаладан келген құрбысы, көршісі және 30 жыл бойы оған хат тасып, бауыр басып кеткен пошташы. Мен қабір басында тұрып,
Марияның осы жылдар бойы осы жерде ұстап тұрған жалғыз адам болғанын ойладым. Ол өзі де білместен тек өзінің бар болуымен, даусымен, кешкісін бірге шай ішетін әдетімен мені осы өмірге байлап келген екен. Ол дүниеден озғанда менің де жаным құлазып, бос қалғандай болдым. Сол күні кешке тұмарды алып, терезенің алдына отырдым да, ұзақ жылдардан бері алғаш рет дауыстап, дұға етіп емес, анаммен тілдескендей сөйлестім. Анашым, мен міндетті түрде барамын. Тек тағы біраз күте тұршы, өтінемін. Терезе сырты қарайды. Орталықтағы Кеншілер қаласының шамдары жағылып, терезе әйнегінде сары дақтар болып дірілдейді. Таң атқанша терезе алдында суып қалған шайды ішіп, құбырлардағы даланың шексіз де шетсіз желінің гуілін тыңдап отырдым. Жариялық заманы көктемгі тасқындай алыстан басталып, сосын бірақ лап берді. 80-ші жылдардың соңында мұрағаттар ашыла бастады. Істер қайта қаралып, 58-ші баппен сотталғандар ақтала бастады. Мен 89-ші жылы өтініш бердім. Үдеріс ұзаққа созылды. Төрешілдік жүйе өкінуге асықпады. Бірақ 92-ші жылы маған әскери прокуратурадан тапсырыс хат келді. Айдар Сейітұлы Қаржаубай толық ақталды. Саяси қуғын-сүргін құрбаны деп танылды. Қылмыс құрамының болмауына байланысты 58-ші бап бойынша айып алынып тасталды. Хатпен бірге менің ісімнің көшірмесі, бастан аяқ әр парағы тігілген папка келді. Міне, сонда ғана мен шындықтың соңғы қабатына дейін, түбіне дейін білдім. Орталықтағы Кеншілер қаласындағы бір бөлмелі пәтерімде үстел басында отырдым. Алдында сарғайған қағаздар, жазу машинкасы мен басылған мәтіндер, езілген сиялы мөрлер. Маған өмірімнің 10 жылын қидырған қатардағы Сырым Құдайбергенұлының түсініктемелері жатты. Бірақ мен бұрын көрмеген нәрсені көрдім. 45-ші жылы тергеуші қарындашпен ұсақтап куәгер Батыс өңірдегі Қамысты ауылының кеңес төрағасы Ж.Н. Сармановтың ұсынысы бойынша шақырылды деп белгі соғыпты. Ұсыныс: Жақып Сырымды тапты ма, әлде Сырым Жақыпты тапты ма? Ауылдасты қаралады ма? Ал төраға жалған түсініктемеге жол ашып берді. Сырым өзінің жылы орнын кешірімімен алғысын алды. Ал мен 10 жыл көмір шахтасын және жарты ғасырлық сағынышты арқаладым. Бетті аудардым. Екінші құжат: Жақыптың 44-ші жылдың қараша айында қауіпсіздік мекемесінің аудандық бөліміне жазған баянхаты. Сіздердің назарларыңызға салатыным, азамат Қ.С. Қаржаубайұлы Айдар Сейітұлы тірі деген жалған қауесет таратып, кеңестікке қарсы үгіт жүргізіп отыр. Бұл хабар ошарсыз кеткені туралы ресми хабарламаға қайшы келеді. Қаржаубайдың бұл әрекеті ауыл тұрғындарының жігерін құм етіп, мемлекеттік құжаттарға деген сенімін азайтады. Тиісті шара қолдануды сұраймын. Көз алдымда әріптер бұлдырап кетті. Көзімді жыпылықтатқанда шара деген сөздің үстіне жас тамшысы түсіп қарайып кетті. Ол менің анамның үстінен арыз жазған, ұлын күткені үшін, ресми қағазға сенбегені үшін, қақпа алдында тұрғаны үшін, оны да істі қылғысы келген. Тек Құдай сақтаған ба? Әлде осы қағазды басқа істердің астына көміп тастаған, есімі белгісіз бір қауіпсіздік мекемесінің қызметкерінің арқасында ма? Әйтеуір анама тиіспеген. Үшінші құжат алдыңғы екеуінен де сорақы болды. Жақыптың 53-ші жылы аудандық атқару кеңесіне жазған сұранысы: азаматша Қ.С. Қаржаубайды жеке ауруларының анық белгілеріне байланысты әрекетке қабілетсіз деп тануды сұраймын. Ұлының қазасын мойындаудан жүйелі түрде бас тартуы, көп жылдар бойы әр кеш сайын қақпа алдында күтуі, мүсіндермен сөйлесуі, ұсынылған көшеден бас тартуы себеп болып отыр. Ал шетінде бас тартылсын, медициналық куәландыру жүргізілмеген, әрекетке қабілетсіз деп тануға негіз жоқ деп жазылыпты. Кейін білгенімдей, Зере апа Жақып қол қойдырмақ болған анықтамаға қол қоймауын сұрап, аудандық дәрігерге барып жалынған екен. Дәрігер бас тартыпты. Ол арлы адам болып шықты. Бәлкім жай ғана қорыққан болар. Өзін қорғайтын көршісі мен келіп тұратын молдасы бар тірі кейуана мен алысу төрағаның сөзін қайтарудан да қиынырақ болса керек. Жақыптың бұл жоспары іске аспады.
Мен папканы жауып алақанымды үстелге қойдым. Қолым дірілдеген жоқ. Мен бойымды діріл билеп, ашу-ызаға булығып, айғайлап, шыныларды шағамын ба деп ойлап едім. Жоқ, ішімде суық әрі ашық аспандай бір тыныштық орнады. 50 жыл, өмірімнің жарты ғасыры, анамның өмірі, Айғаншаның тағдыры. Бәрі жол жиегіндегі жер телімі мен титтей бірлік үшін адамды құрбан ете салған бір пенденің кесірінен талқандалды. Жай ғана аудандық деңгейдегі ұсақ жыртқыш қолы жеткен нәрсенің бәрін қылғыта берген. Оның қолы менің отбасыма да жетіпті. 95 жылдың қыркүйегі. Жасым 70-те. Мен жуынатын бөлмедегі айнаның алдына тұрып, анамның тануы мүмкін емес. Тіпті тануға құқығы да жоқ адамға қарадым. Ағарған, тіпті аппақ болған шаш, қуарған егістіктегі атыздай терең әжімдер, суалған бет, қарайған дақтар басқан буын-буын саусақты қолдар, әкемдікіне тартқан сұрғылт байсалды көздер, соғысқа аттанған сол 18 жастағы Айдардан қалған жалғыз белгі осы көздер еді. Мен алақаныммен бетімді сипадым. Сақал-мұртым саусақтарыма батты. Анашым, бұл менмін дедім айнаға қарап. Бірақ қарлыққан, үзілмелі қарт адамның даусынан өз даусымды өзім танымадым. Чемоданыма төлқұжатымды, ақтау туралы анықтаманы, істің көшірмелерін және таза жейде ұстара мен бүкіл өмірім бойы сақтап келген тұмар мен кестелі орамалды салдым. Тұмар жарты ғасыр ішінде әбден ескіріп, ағашына дейін мүжіліп кетіпті. Ал орамал болса сарғайып кеткен. Бірақ бұрышындағы қырлы шешектер мен АQ деген әріптер әлі де көгеріп көрініп тұрды. Осы әріптерді кестелеген қолдар да қазір менікі сияқты буын-буыны шыққан қарттың қолы шығар деп ойладым. Жолға шығар алдындағы түні мен мүлде ұйықтамадым. Ас үйде отырып қою қара шай ішіп, терезеге қарап отырдым. Қыркүйек айының қазақ жеріндегі түні жылы еді. Жусан мен күнге қызған шаңның иісі аңқиды. 40 жыл бойы осы даланың құрғақ әрі маған жат ауасымен тыныстап келдім. Ал ертең мен пойызға мініп, осыдан жарты ғасыр бұрын кеткен жағыма аттанамын. 2 тәуліктен астам жол жүремін. Содан кейін қақпа, соқпақ жол, үй немесе солардан қалған жұрнақ күтіп тұр. Тұмарды шығарып алдыма үстел үстіне қойдым. Ас үйдегі шамның жарығынан оның кішкене ғана бұдыр көлеңкесі түсті. Тірі орал ұлым, деп жадымда адамның даусы сыбырлағандай болды. Мен тірімін анашым, келе жатырмын. Пойыз 2 тәуліктен астам жүрді. Төменгі сөреде терезеге телміріп, даланың орманды далаға, ал оның қалың орманға, тоғайларға, ағаш белдеулерімен бөлінген егістіктерге қалай ұласып жатқанын тамашалап отырдым. Ел жарты ғасыр ішінде өзгерген де, өзгермеген де сияқты. Теміржол бойындағы сол баяғы қайыңдар мен қоршаулары қисайған сол баяғы кішкене ауылдар, көлденеңді кернеп, жаныңды сыздататын сол баяғы кең байтақ өлке. Тек адамдардың жүздері басқаша, әлде бір нәрсеге асыққандай сұстылау әрі мазасыздау көрінеді. Бекеттерде бәліш, күнбағыс дәнін, арақ сатып жүр. Басына орамал тартқан күйеу аналар шелектегі алмаларын ұстап тұр. Күнбағыстың, ыстық майдың, дымқыл перрон мен көмір түтінінің иісі жадымды сондай қатты соққылағаны сонша тұтқаға жабыса кеттім. 43 жылы біздің жол айрығында иісі тап осындай еді. Қоштасудың иісі де осындай болатын. Аудан орталығына дейін автобуспен, одан Қамысты ауылына дейін жолай өткен көлікпен жеттім. Теріден күрте киген жас жүргізуші жігіт маған жалқаулықпен қызықтай қарап, Қамыстыда туыстарыңыз бар ма деп сұрады. Анам бар дедім қысқа ғана. Ой, ол жақта ешкім қалмаған шығар деп сықырды ол. Тек кемпірлер ғана отыр. Сіз сонда соңғы рет қашан болдыңыз? Баяғыда. Ол бұдан кейін ештеңе сұрамады. Бірақ артқа қарайтын айнадан маған көз астымен қарап қойып, анасына келмегелі көп болған шал мен ауылда қалған кемпірлер туралы жұмбақтың шешуін тапқысы келгендей болды. Туған ауылымды төбенің басынан көргенде аяғым дірілдеп, бір қайынның діңіне жабыса кеттім. Қамысты, жарты ғасыр бұрынғыдай су жағасында жатыр екен. Көлді қалың қамыс басып кетіпті.
қамыс сиреп қалыпты. Жартысының терезелері тақтаймен шегеленген, біреуінің шатыры ортасына дейін түскен, енді бірін терезе алдына дейін арамшөп басып кеткен. Бірақ біздің үй аман тұр. Мен оны терезе жақтауларынан таныдым. Әлі де баяғы атам салған, ауа райынан қарайған, бірақ бүтін терезе жақтаулары, бақша жоқ, бәрін шөп басқан. Кіреберіс баспалдақ қисайған болса да мықтап тұр. Қақпа да орнында. Мен 52 жыл бұрын қайта оралмасқа кеткен сол баяғы қақпа. Үйге қарай баяу жүрдім. Өйткені аяғым тыңдамайды. Әр қадам сайын қинала бастым. Мәселе тек жаста емес. Жүрегімнің алқымымды қысып тыныс алуыма кедергі келтіруінде еді. Ал егер ол жоқ болса ше? Егер ол өткен аптада, немесе кеше, немесе бүгін таңертең көз жұмса ше? Мен кешігіп қалсам ше? Уақыт өтпей қойғандай. Қақпаға дейінгі соңғы 20 метр деген, міне осы. Бір ғасыр өткендей болды. Қолымды қақпаның ағашына қойдым. Ағаш уақыттан сұрланып кеткен. Бұдырлы әрі қыркүйектің күніне жылған екен. Итеріп қалғанымда қақпа шиқылдап ашылды. Түсімде талай рет естіп, әр жолы жастығым жасқа шыланып оянатын сол баяғы тот басқан созылыңқы дыбыс. Кіреберіске анам шықты. Ол 52 жыл бойы әр кеш сайын шығатыны сияқты осы дыбысқа шықты. Қолында менің суретім. Кіп-кішкентай, аппақ, еңкейген, бірақ әлі де еңсесі түспеген, сынбаған. Ғажайып жан басын көтеріп, өзінің қақпасының алдында тұрған ақ шашты жат шалды көрді. 1, 2, 3 секунд бойы ол маған қарап тұрды. Мен оның жанарында қараңғыда шырпы жаққандай бір сәуленің пайда болғанын көрдім. Алдымен тану, сосын күмән. Содан соң бірден таныды. Қолындағы сурет саусақтарының арасынан сусып түсіп, баспалдаққа соғылды. Айдаржан, деді ол демі бітіп. Анашым, дедім мен. Даусым қарлығып шықты. Ол баспалдақпен баяу, тұтқадан ұстап, бірінен соң бірімен төмен түсіп, маған қарай жүрді. Мен де оған ұмтылдым. Соңғы 5 қадамды екеуміз де жүгіргендей басып жеттік. Мен оны құшақтадым. Ол сондай кішкентай, құс сияқты, сондай жеңіл екен. Өн бойынан нанның иісі шығады. Өмір бойы күн аралатып өзі пісіретін сол баяғы нанның иісі. Осы иісті сезгенде жарты ғасыр бойы ішімде жиналғанның бәрі атылды. Мен еңкілдеп, анамның аппақ шашына басымды қойып өксіп-өксіп жыладым. Ол да жылады. Осылайша шөп басқан ауланың ортасында өмірден қажыған екі қарт адам бір-бірін құшақтап тоқтай алмай еңіреп тұрдық. Маған біреу көріп қоядау деген ой мүлде келген жоқ. 50 жылдан бері алғаш рет маған бәрібір еді. Мен білдім, деп қайталай берді ол. Менің басымнан бұдырлы саусақтарымен сипап, мен білдім Айдаржан, мен сені күттім. Мен күн сайын шығатынмын, күн сайын сенің келетініңді білдім. Ал үйдің ішінде уақыт тоқтап қалғандай екен. Сол баяғы қабырғалар, сол баяғы төбе, сол баяғы пеш, сөредегі 12 ағаш аттың бәрі де шаң басса да түгел тұр. Әр қайсысы өз орнында. Төрдегі кестелі сүлгі, суреттердің бос орындары. Олар баспалдақта қалып қойыпты. Мен далаға шығып, оларды көтеріп алып, үйге кіргізіп, өз орындарына қойдым. Өз суретімнің артынан бүктелген 2 қағаз таптым. Әкемнің қара қағазы мен менің қара қағазым. Анам оларды лақтырмаған. Суреттің артына тығып қойып күткен екен. Біз үстел басында отырдық. Анам алдыма орамжапырақ пен картоптан жасалған, бірақ ыстық сорпа қойды. Тәрелкеден буы бұрқырап шығып тұрды. Мен оны іше бастадым. Дәмі сол тап баяғы, балалық шақтағыдай. Еш өзгермеген. Анам менің ас ішіп отырғаныма қарап, 43 жылдың шілдесінде мен аттанар алдындағы соңғы кеште істегеніндей алжапқышын түзеп қойды. Тек бұл жолы, бұл соңғы кеш емес. Бізге әлі де бұйырған соңғы жылдардың алғашқы кеші еді. Ал Жақып туралы шындықты мен келесі күні білдім. Ол 85 жасында әлі тірі екен. Ауылдың арғы шетіндегі үйінде жападан жалғыз тұрып жатыпты. Әйелі 80-ші жылдары қайтыс болған.
ұлы Берік аудан орталығына көшіп кеткен. Әкесіне сирек келіп тұрады екен. Жасы келіп салмақ қосса да, сол баяғы мейірімді жанары өзгермеген Зере апа ертеңіне бізге келді. Табалдырықта мені көргенде алақанымен аузын басып тұрған жерінде егіліп жылап жіберді. Кейін шай үстінде маған құжаттарда жазылмаған, мен білмейтін жайттардың бәрін айтып берді. Жақыптың анамды қалай ақыл есінен алжасқан деп танытқысы келгенін, анамның аудандық дәрігерлерге қалай барғанын, Мұхамед молданың облысқа қалай хат жазғанын, анамның жаңбыр мен боранда, үскірік аяз бен шілденің аптап ыстығында әр кеш сайын қақпа алдына қалай шыққанын баяндады. 52 жыл бойы бірде-бір күн қалт жібермепті. Мен өмірімде көп нәрсені көрдім, деді Зере апа ескірген орамалымен көзін сүртіп. Бірақ мұндайды көрмеппін. Ол бірде-бір рет қалдырған емес. Айдар тіпті ауырып, дене қызуы 40 градусқа көтеріліп тұрса да, орнынан тұрып далаға шығатын. 1 минут болса да жолға қарап тұратын. Ол мұны жүрегімен, ішкі түйсігімен, тіпті тілмен айтып жеткізгісіз бір күшпен сезді. Келесі күні мен Жақыпқа бардым. Дайындалып барған жоқпын. Бұған дайындалу мүмкін емес еді. Тек ішімдегі запыранымды үнсіз арқалап жүру төзгісіз болған соң бардым. Ол өз үйінің алдындағы сәкіде отыр екен. Жүзі қуқыл тартқан, жақ сүйектеріне терісі жабысқан, жанары сөнген, қаудырап қалған шал. Мен жақындағанда ол басын баяғыша көтеріп қарады. Арада өткен жарты ғасырға шашымның ағарғаны мен бетімді басқан әжімге қарамастан ол мені бірден таныды. Оның жүзі дір ете қалды. Ол қорқыныш емес, көптен күткен соққыны ақыры алған адамның денесінің тартылуы сияқты еді. Есенсің бе, Жақып Нұрмағамбетұлы, дедім бір қалыпты дауыспен. Күтпеп пе едің? Ол үндемеді. Маған қарап отыра берді. Тізесінің үстіндегі саусақтары қарттарға тән жағымсыз дірілмен дірілдеп тұрды. Бұл тек кәріліктің дірілі ғана емес еді. Мен бәрін білемін, деп жалғастырдым мен. Әр сөзім құдықтың түбіне түскен тастай тыныштықты бұзып жатты. Менің үстімнен жалған түсініктемеге қол қойдыру үшін сырымды тергеушіге қалай апарғаныңды білемін. Осы жылдар бойы менің хаттарымды қалай ұстап қалғаныңды білемін. Кеңестікке қарсы үгіт жүргізуді, менің анамның үстінен қауіпсіздік мекемесіне жазған арызыңды да білемін. Оны әрекетке қабілетсіз деп танытқын келгеніңді де, ұлыңа үй салу үшін Қожамберді әулетін қалай жер аударғаныңды бәрін білемін. Жақып Нұрмағамбетұлы, менде сенің қолың қойылған, өз жазуыңмен жазылған барлық мұрағаттық құжаттар бар. Ол ернін жалады. Тілі газеттің қиындысындай сұрланып кеуіп кетіпті. Ол кезде заман солай болды ғой, деп қарлыққан дауыспен бастап еді. Сөзін бөліп жібердім. Дауысы күздің қураған жапырағының сыбдырындай естілді. Жоқ, дедім мен. Заман бәріне бірдей болды. Зере апа сол заманда анама нан мен сүт тасыды. Мұхамед молда сол заманда 7 шақырым жерден жаяу келіп, онымен бірге дұға оқыды. Ал сен сол заманда арыз жазып, біреудің хаттарын өртедің. Мұнда заманның кінәсі жоқ. Бұл сенсің, Жақып, тек сен ғана. Оның белі бүгіліп, құдды бір жотасынан жылынын суырып алғандай шөгіп кетті. 1 сағаттан соң Берік келді. Біреулер аудан орталығына хабарласып, Қаржаубайдың ұлының тірі оралғанын, қолында құжаттары бар екенін айтып үлгіріпті. Берік өзінің ескі көлігінен ашумен түсіп, әкесіне тартқан түлкі жанарын маған қадап, сен кімсің өзі, деп ақырды. Шалға неге соқтығасын? Қаржаубайдың ұлы баяғыда өлген. Қандай құжаттағы? Мен үндеместен қалтамнан ақтау туралы анықтаманы шығарып жайып ұсындым. Берік оқып шықты. Жүзі ағарып бозарып кетті. Ол көзін әкесіне бұрды. Әке, деді ол тісінің арасынан. Бұл рас па? Жақып бір ауыз сөз айтпастан жерге қарап отыра берді. Бұл үнсіздікке өкініш те ұят та жоқ еді. Тек бостық пен қарттықтың шаршауы ғана байқалатын. Бәрі онсыз да түсінікті болған соң айтарға сөзі қалмаған адамның үнсіздігі еді. Берік маған бұрылды. Оның көзінен мен күтпеген бір нәрсені көрдім. Ашу емес, абдырап қалу. Әкесін кенеттен мүлде басқа қырынан көрген ұлдың антарылып қалуы. Не қалайсың? Деп сұрады ол бәсең дауыспен. Ештеңе де, деп жауап бердім. Маған сенің үйің де, ақшаң да,
кешірімдерің де керек емес. Маған оралу керек болды. Мен оралдым. Ал саған үйімнің кімнің жерінде тұрғанын және Айғаншаға баратын жолды кімнің қолымен аршып бергенін білуің керек. Енді осы шындықпен өмір сүр. Мен бұрылып өз үйіме қарай жүрдім. Артымнан Беріктің әкесіне ызамен, ашумен бірдеңелерді айтып жатқанын естідім. Ал Зере апа өз қоршауының жанында қолын қусырып қарап тұрды. Ол бәрін естіді. Кешке қарай 10 шақты түтіні қалған бүкіл ауыл болған жайды естіп түгел білді. Арада 2 жыл өтті. 50 жылдың қасында 2 жыл түк те емес еді. Бірақ анам екеуміз үшін бұл 2 жыл өзгелердің бүкіл ғұмырына татитын оқиғаларға толы болды. Мен үйді жөндедім, шатырларын ауыстырдым, баспалдағын қайта салдым, қабырғаларын сырладым. Маған Зере апаның немересі Серік көмектесті. Оның қолдары алтын екен, аз сөйлейтін жігіт екен. Ақша алудан үзілді-кесілді бас тартып, тек анамның алма қосылған бәлішіне ғана келісті. Атам салған терезе жақтауларына тиіскен жоқпын, тек ескі сырын қырып лакпен қаптадым. Сонда оның өрнектері алғашқы күндегідей анық әрі жаңа болып көрінді. Анам аулада жүріп, мына жерін боя, ана жерін түзе, қоршауын қисайып тұр, қайта жаса, деп бұйрық беріп отыратын. Даусы нық шығып, еңсесі тіктелді. Жанарында бала күнімнен таныс, баяғыда сөніп қалды деп ойлаған от ұшқыны қайта пайда болды. Ол енді кешкісін қақпа алдына шықпайтын болды. Оның қажеті де жоқ еді. Жарты ғасыр бойы күткен адамы үйде еді. Жақып Нұрмағамбетұлы 96 жылдың қысында қайтыс болды. Оны таңертең сол баяғы үй алдындағы сәкіде үстіне тонын жамылған күйі, көздері ашық қалған қалпында тауып алыпты. Аудан орталығынан келген дәрігер анықтамаға жүректің жедел жетіспеушілігі деп жазыпты. Бірақ Зере апа маған ақырын ғана ернін жыбырлатып, бұл ар-ұяттың ісі. Ар-ұяты оны іштей жеп қойды, Айдар. Сен оралғаннан кейін ол ішіп жеуден қалды, ұйықтамады, жансыз адамдай бір нүктеге телміріп отыратын болды, деді. Мен ешқандай қанағаттану сезімін де аяушылықты да сезінген жоқпын. Тек осының бәрі босқа болды деген самарқау әрі ауыр сезім ғана биледі. Оның ашкөздігі, жазған арыздары, біреудің жері мен үйіне бола істеген тышқанның тірлігіндей арамдығы бәрі зая кетті. Өйткені анам күтіп алды. Үйіміз орнында, мен оралдым. Берік Қамыстыдағы үйін сатып басқа жаққа бір жола кетіп қалды. Шындықты бүкіл ел білген соң адамдардан алыс басқа ауданға қоныс аударды. Ал Айғанша болса бір алыс туысқанына қонаққа келді. Біз бір-бірімізге қарсы қарап тұрдық. Уақыт қажытқан, шашы ағарған 2 қарт. Арамызда ешқандай сөзбен толтыру мүмкін емес жарты ғасырлық үнсіздік жатты. Ол бірінші болып жылап жіберді. Айдар, кешірші мені, деп сыбырлады ол. Әжім басқан еріндері кішкентай қыз баладай дірілдеп кетті. Мен білмедім. Сенің тірі екеніңді шынымен білмедім. Егер білгенімде, мен түсінемін деп жауап бердім. Сенің ешқандай кінәң жоқ, Айғанша, ешқандай. Ол қалтасынан кестесіз, жай ғана аппақ орамал шығарып көзін сүртті. Ал мен ойыма, үйдегі сандықтың түбінде ұқыпты бүктелген, шетінде қырлы шешектері мен менің есімімнің бас әріптері бар баяғы орамал оралды. Оны осы күнге дейін сақтап келгенімді айтпадым. Кейбір нәрселерді бүкіл өмірің бойы арқылап өтуге болады, бірақ оны жұртқа көрсетудің қажеті жоқ. Мұхаммед молда мен келмей тұрып 2 жыл бұрын дүниеден озыпты. Жаңбыр мен қарда 7 шақырым жерден жаяу келіп жүрген бейнетінің зая кетпегенін көрмей, білмей кетті. Жасы 70-тен асқан Зере апа баяғыда анама келіп жүргендей бізге күн сайын келіп тұрды. Біз баспалдақта отырып, жалбыз қосылған шай ішіп, бір-біріне ештеңені түсіндірудің қажеті жоқ жандарға ғана тән жылы үнсіздікпен үндемей отыратынбыз. Мен де қастарына жайғасатынмын, үшеуміз үнсіз қалатынбыз. Бұл менің өмірімдегі ең мағыналы, ең дұрыс үнсіздік еді. 97 жылдың көктемінде анам мені төрге шақырды. Ол сол суреттердің алдында тұр екен. Қолында 4 бүктелген 2 қағаз. Әкем мен менің қара қағазымыз бар. Мен оның артында тұрып, жарты ғасыр бойы суреттің артында жатқан қағазды
оның буын-буыны шыққан қарайған саусақтары қалай қысып тұрғанын көрдім. Анам пешке жақындап, оның шойын есігін ашты да, екі қағазды да бықсып жатқан шоқтың үстіне қойды. Қағаз лап етіп жанып, қызғылт күлге айналып, салмақсыз сұр ұшқын болып ұшты. Анам бетін сипап маған бұрылды. Көздері мөлдіреп, әрі құрғақ, бір тамшы жас та жоқ еді. Міне бітті, деді ол ақырын ғана. Енді бұлар маған керек емес. Бүкіл соғысты, тұтқынды, лагерді, қазақ даласын, жарты ғасырлық сағынышты менімен бірге өткерген титтей тұмар енді төрде ілініп тұрды. Бірақ анам солай болуы керек. Мына тұмардың көрген азабы кез келген жаңа дүниеден де қымбат деді. Мен онымен дауласпадым. Мен жалпы анаммен ешқашан дауласпайтын болдым. Оның қасымда болғаны, тыныс алғаны, таңертең ас үйден нан иісі шығып, кешкісін терезе алдында жолға емес, күннің батқанына қарап отырғаны маған жеткілікті еді. Жай ғана күннің батқанына қарайды. Өйткені ол әдемі. Кешкісін аулаға шығып, сәкіге отырдым да көзімді жұмдым. Жердің, жалбыздың, пеш түтінінің иісі аңқиды. Көл жақтан тартардың шыңғырған даусы естіледі. Оның дыбысы ескі қақпаның қарлығып, қаңыр шиқылына ұқсайды. Баяғыда біртұтас өмір бұрын анам маған «тірі орал» деп еді. Мен сол сөзді бүкіл ғұмырымда арқалап келдім. Мен тірі оралдым. Ал қақпа баяғыша шиқылдайды. Бірақ енді бұл жай ғана дыбыс. Мұнда енді мұң да, күту де, үрей де жоқ. Тек ескі ағаш, ескі топса, қыркүйектің жылы кеші және қабырғаның арғы жағындағы анам. Осының бәрінен кейін ақыры ғажайыпқа айналған жай ғана өмір. Әңгіменің соңы. Бүгінгі оқиға осымен тамам. Әңгіме ұнаса видеоға лайк басып, өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ал келесі әңгімеде кездескенше аман сау болыңыздар.